Senin gazetinde makalalar жазып тұратын еді. Досым Жүсіп Көрпе, әкесі Ебжан Көрпе, қазақтың ұлы тұлғасы Оразмағамбет жайында естеліктер айтып берді. Ебжан ағалар Иранға өткенде 5-6 жасында екен. Қазақстан егемендігін алғаннан кейін олар атамекенге барып, әкесі туралы мәліметтер жинап біршама құжат алып келген. Осыларды кітап етіп шығарайын деген ойым болды. Горган қаласында Қазақстан Республикасының бас консулы болып жұмыс жасаған Айтжан Айдашев қазақтың өткен кеткеніне қызыға қарайтын жан еді. Екеуміз бірігіп кітап фильм дайындайтын болып келістік. Қолдағы құжаттарға сүйене отырып 2 жылдай жұмыстанып кітап шығардық. Мен Оразмағамбет атаға байланысты 20 жылдай ізденістемін. Демеуші болмай қолым байлаулы болды. Атаның Ирандағы, Қазақстандағы жағдайы, Индияда Бомбей қаласында оқығаны, Иранда Мешхед қаласына жер аударылуы, Риза Шах деген кісіге сол кезде Иранның патшасына хат жазып көмек сұрағаны бар. Сол кезде менің атам Мұхаммед Ахун деген кісі Түркмен сахраның өкілі болып жүрген кез екен. Мұхаммед Ахун Риза Шах қасында сыйлы адам болған екен. Атам Оразмағамбет атаның арызын Риза Шахқа жеткізіп, ара ағайындық жасап, үйіне бала шағасына оралуына себеп болады. Елге оралған соң Оразмағамбет атамыз Қожанепеш деген Түркмен ауылына келіп медресе ашады. Иранда жүргенде Иранның сол кездегі кен мұнай министрлігіне хат жазып, теңіз жағасында Бендер Шах, қазіргі Бендер Түркмен, мұнайдың үлкен қоры бар екенін айтады. Бұл хат мәжілісте талқыланады. Ал ол жерде отырған орыстың жансыздары арқылы бұл хабар Мәскеуге жетеді. Көп ұзамай орыстың адамдары келіп, Оразмағамбетті Горган қаласынан ұстап алып кетеді. 1938 жылы атылады. Ата туралы кітап жазылды, деректі фильмнің сценарийі дайын сценарийі. Енді сіздерден өтініш осы деректі фильмді түсіру үшін қаражат дайындалса. Мен осыдан адамдарыммен барып, мәселені жақыннан талқылап жұмыстансақ, Оразмағамбет ата туралы фильм осылайша әлемге таралсын. Әрине, қазақтар туралы 4-5 кітап жаздым, газетімде мақалалар жарияладым. Иран қазақтарының кешелі Иран-Ирак соғысында болған жөнінде де мақалалар, суреттер, альбомдар дайындап қойдым. Соңғы істеп жатқаным Абайдың қара сөздерін аударып қойдым. Абай мен Мақтумұлы арасындағы ұқсастықтарды да зерттеп жатырмын. Сөздің соңында тағы бір рет мені шақырған ағайынға алғыс айтамын. Onun için beni ne senaryosunu yaptım,